Бисмилля, уссалату уссаламу аля расулилля. Так, біздің қолымызда Булуғул Марам Ибн Хажар ас-Салалидің 86-шы хадисте келеді. Уанху деген жаңа Анас ибн Малик деген хадис. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам иза дахала ал-хала қала Аллахумма inni аузу бика мин ал-хубуси вал хабаис ахражаху саба. Әдептер, сол ненің әдептерінен тахарат алып жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әжетханаға кірген кезде айтатын дейді: ей Аллахым, сенен пана тілеймін шайтандардың ерлерінен және шайтандардың әйелшегілерінен дейді. Белгілі, өйткені адамдар ер әйел болып бөлген сияқты шайтандар да сондай болып бөлінеді. Бірақ ол ғайби өмір, біз қандай екенін білмейміз олардың. Олар бізді көреді, бірақ біз оларды көрмейміз. Сондықтан неге кірген кезде әжетхана болсын, немесе бір сол қажетіңді орындайтын жерге не қылу керек? Осы сөзді айту керек: Аллахумма inni аузу бика мин ал-хубуси вал хабаис. Сол кезде ғалымдар айтады, олардың жамандықтарынан және олардың көздерінен сенің аураттарың не болады? Жабылады деп, олар көрмейді сол кезде. Өйткені ол сол жаман жерлерде олар не қылады? Өмір сүреді, сондай кір жаман жерлерде. Сондықтан кірген кезде осы сөздерді айтып көру керек. Және хадисі жеті имамдар сол келген: Бухари, Муслим, Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа. Сол кімнің Ибн Хажар ас-Қаланидің терминдік нелерінен, мұсталахаттарынан егер де жеті деп айтса, жеті адам әкеліп десе, ол осыларды айтады: Бухари, Муслим, имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа. Барлығын айтып шықты. Бәрінде келген бұл хадис сахих хадис, амал етіледі. Келесі хадисімізде жәл сол Анас ибн Маликтен келеді. Оның сөздерінен дейді: Кәна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ядхулул хала фа ахмилу ана ва гуламу нахви идаватан мин маин ва аназатан фа ястанжи бил ма. Муттафақун алейх. Бухари, Муслимде келген хадисімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: қажетін орындауға барған кезде мен және мен секілді кішкентай бала не істейтін еді? Қызметін ететін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам суын және найза болады, сондай кіші келген найза жерге тығады. Соны алатын едік дейді өзімізбен бірге. Және де ол сол сумен дәрет алатын еді. Жаңағы найзаның не себепті өзімен бірге алып жүреді? Кім айтады екен? Сендерден сұрақ қойайын. Кім біледі соны? Өзін қорғау үшін ба? Не істеу үшін? Қалай? Өз-өзін қорғау үшін? Иә. Сол айттың ба, Иса? Иә. Дұрыстап айт. Естіліп жатқан жоқ. Микрофонды сөйлемей жатып, сен өшірме олай. Айтасың ба, сосын өшіріп жатасың микрофонды. Дұрыстап айт. Не дедің? Өзін қорғау үшін. Жыртқыш жандардан қорғау үшін алып жүр дейді найзаны. Тағы да қандай версияларың бар? Қате айтам деп қорықпаңдар. Жай ғана өздерің не ойлап отырсыңдар, соны айтыңдар. Ешқандай не қылмайды, баға қоймаймын бұл затқа. Білмейсіңдер ма? Абдулла, сен ше? Білесің ба, Абдулла? Жоқ. Білмейді. Бұл жерде себебі мынау не бар ғой? Найзаны жерге тығады да, сосын бар болған бір шүберектермен, ұзын келген шүберекпен пайғамбарымыз салсам ар жағында көрінмес үшін қолданған. Мысалы, ұстап тұру керек қой жаңағы нені ше? Материалды, ар жағында өткенде мынандай төрт қабырғасы бар жер жоқ бұрында, туалет деген. Дұрыс па? Дала, шөл дала мысалы. Оны қашанғы сен жүре бересің? Онда бір шегі бар, алысырақ кетесің адамдардың көздерінен. Сосын барып жаңағы нені найзаны тығады, соған ар жағында көрінбес үшін өзінің қажетін орындауған. Сонда не қылады? Сосын бітіргеннен кейін, қажетін орындап болғаннан кейін несетін болған? Суды алып, бағанағы сумен бірге, суды да алдық деді өзімізбен бірге. Сонымен сосын дәрет алатын болған. Анас, ол кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызметшісі. Білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен 10 жыл
қызмет еттім дейді. Алламен ант етемін дейді, маған бірде бір рет уф деп айтқан емес дейді. Және бірде бір рет неге сен мынаны істедің, немесе неге мынаны сен істемедің деп бірде бір рет айтпайтын еді дейді. Келесі хадисіміз Мұғира ибн Шубадан, Қаныбек, сен не қайта 100 рет кірдің, 100 рет шықтың. Ондай заттар істеме. Кіресің ба, дұрыстап кір. Ойнама олай, кір. Қатып атса, интернет жақсы болған кезде кіресің дұрыстап. Так, Мұғира ибн Шубадан келеді хадис радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, маған бұйырды дейді, өзімен бірге суды ал дейді, бір шөлмек суды ал дейді. Және де бір жаққа бетке кетіп, адамдардың көзінен көрінбейтін жерде өзінің қажетін орындады дейді. Бұхари, Муслимде келген. Жалпы қажет орындаудың өзінің әдеті бар, бұрынғы жерде айтып жатырмын ғой, әжетханалар жабық болмаса да, өздерінің қажетін қандай бір сахара жерлерге барып, алысырақ жерге барып, адамдардың көзі көрмейтін. Адамдар алыстаған сайын адам не көрінбей қалады, нүкте сияқты болып қалады, алыста не істеп жатқаны оны байқалмайды. Сондай алысырақ жерге баратын болған пайғамбарымыз адамдардың көздерінен тыс. Сосын қажетін орындайтын болған. Ол да бізге сол не білу керекпіз, адамдардың қастарында болмай алысырақ кету керек. Және де келеді қазір одан кейін астында адамдардың демалатын жерлерінен алыс болу керек. Мысалы, көлеңкелеп отыратын ағаш бар ғой, соның астында, немесе адамдардың жаңа жеміс беретін ағаштардың астында, сулардың қасында ағып тұрған суын адамдар қолданатын. Сол жерлерде не істеуге болмайды. Дәретін сындыруға болмайды. Өйткені сен адамдарға не қыласың? Зиян әкелесің. Дұрыс па? Сондықтан ондай жерлерде абай болыңдар. Екі лағнетке әкелетін затты істемеңдер дейді пайғамбар. Екі лағнетке әкелетін зат. Не деген кезде осы адамдардың демалатын жерлерінде жаңа көлеңкелеп, және де ағаштың астында жеміс беретін соны не қылмау керек, дәрет сындырмау керек. Өйткені ол жеңістен ол жаман зат. Сосын адам оны лағнет дейді, мынау кім мынаны істеп кеткен зат, сосын сондай лағнетке ұшырасын, адамдардың сол лағнетінен қорқу керек. Адамдардың жүретін жерлерінен не қылмау керек, сындырмау керек дәретті. Балаларыңа да соны бұйырыңдар. Ертең мысалы балалар келген кезде жүгіріп барып сегізген кезде талдың астына барып сегіре салып ойлану керек. Олар сол талдың астында демала ма біреу? Әрбір талдың астына оны дәретін бұзай бермейді. Бұл жерде адам жүре ма? Бұл жерде адамға зиян бола ма деп ойлану керек. Келесі хадисіміз жаңағы біздің айтқан хадисіміз Абу Хурайрадан, екі лағнетке ұшырайтын заттардан, үлкен күнәдан не алыңдар дейді, сақтаңдар дейді. Ол адамдардың жүретін жолымен және де оны демалатын көлеңкесінен дейді, Муслим келтірген. Және де басқа Абу Даудта келетін Муаздың сөздерінен оның үстіне қосады тағы да, су ағып тұрған жерге деп. Тағы да сондай сөздер бар, талдың астында, жеміс беретін талдың астында деген сияқты. Иснаттары сөз бар, иснаттарында әлсіздік болғанымен, бірақ мағынасы дұрыс. Адамдардың қолданатын сондай жерлерінен алысырақ істеу керек, қажетті. Келесі хадисіміз Жәбірден келген. Радиаллаху анху, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, иза тағауата раджулани фалиятаватар куллу вахидин минхума ан сахибихи ва ла ятахаддаса фа инна Аллаха ямқуту аля залик. Осы хадисте Жәбірден келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер екі адам бір-бірімен екеуі кездесіп қалса дейді, екі адам өздерінің үлкен қажеттерін орындауға шықса дейді, қазіргі кезде ол туалетте, мысалы даланың туалеттерінде, мысалы мынандай ТРЦ болсын, немесе аэропортта болсын, туалеттер қандай кабина болып бөлініп тұрады. Сондай кезде екі адамдар отырған кезде дейді, өздерінің үлкен дәреттерін сынып сөйлеспесін дейді бір-бірімен, және де бір-бірінен не болу керек, жасырын болу керек. Әрқайсының өзінің кабинасында, мысалы. Кейбір сондай мемлекеттер бар, мысалы Қытайда бәрі ашық тұрады дейді, сондай кейбір жерлерінде.
бәр жерінде емес, бәрі бір бірін көріп отырады не істеп жатқанын, ондай жерлерден алыс болу керек. Сондықтан бір бірінен жасырын болу керек, сосын сөйлеспеңдер дейді. Ол Аллаға жек көрінішті. Соның үшін туалетке кірген кезде анау мынау деген әңгімені қою керек, телефонмен сөйлесу дегенді қою керек. Орында бітір неңді, ісіңді, сосын шыққаннан кейін сөйлесе жатарсың. Бұл хадисте не бар? Әлсіздік бар, бірақ жалпы мағынасы дұрыс. Сөйлесу жайлы әдепке кірмейді ол, Келесі хадисіміз Абу Қатададан келеді, радиаллаху анху, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من خلا بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Хадис Бұхари Муслимде келген, Абу Қатададан: сендердің біреулерің кіші дәретін бұзып жатқан кезде оң қолымен ұстамасын дейді. Түсіндіңдер ма? Кіші дәрет бұзған кезде сол қолмен ұстау керек. Қажет болса сол ұстауға, оң қолмен ұстауға болмайды. Және сижмар істесең де, оны оң қолмен істеуге болмайды. Өйткені алдында айттық, оң қолды жақсы заттарға істету керек, сол қолды қолданасыз. Және де осы хадисте келеді, неге суға дем алмасын дейді, ішкен кезде. Суға дем алмасын. Ол судың ішуінде өзінің әдебі бар, үш ұрттап ішу керек, арасында демалып ішу керек, Сосын демалғанда жаңағы ненің ішіне емес, сосуд жаңағы ыдысқа емес, сыртынан, ыдыстың сыртынан демалу керек, Онда әдептері бар. Бізге осы жерде қызығы, дәрет алып болғаннан кейін, дәрет сындырып болғаннан кейін қалай оң қолмен ұстауға болмайды, жуған кезде оң қолмен жууға болмайды, сол жайлы айтылып жатыр. Келесі хадисіміз Сәлманнан келеді, радиаллаху анху, қала лақад нахана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه المسلم. Сәлманның хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге не қылды дейді? Запретил, қазақша қалай болады? Запрет деген. Рұқсат етпеді дейді. Тыйым салды. Тыйым салды дейді. Неден? Қыблаға кіші дәретпен болсын, үлкен дәретпен болсын, қарап отырып, қыблаға бетпен болсын, арқасымен болсын, солай отырмасын деген, дәрет. Ол қай кезде? Егер ол ашық жер, ашық далада болса. Мысалы, Меккенің бір жерінде алдында ештеме жоқ, тау, тас, ешқандай бина, жаңағындай нелер жоқ, зданиялар жоқ, құрылыстар жоқ. Аласында қыблаға қарап тұрып істейсің да, ол затыңды. Ол болмайды. Арқамен де болмайды. Ал егер жабық бір жерлер болса, дұрысырағы болай береді. Мысалы, қазіргі кезде бүкіл жерде туалет жабық, 4 қабырғасы бар. Ол бетін қыблаға қарап отырса да не қылмайды, ештеңе етпейді. Ол қай кезде кеткен? Ашық жерде айтылған жай. Ол ашық жерде қыблаға қарап сол жайлы айтылып жатыр. Ал қазір кезде ол қанша үй құрылыстар бар алдымызда. Үйдің өзі жабық, жаңағы туалеттің өзі, әжетхана жабық. Ол жатпайды оған. Және де оң қолмен жуу жайлы, сүрту жайлы. Және де тасты істеткен кезде, тас дегені бір жерде не? Қағаз, енді бізге таспен кім сүртінеді? Ауылда болмасаң бір таспен сүртіне қоймайды қазір. Қазір кезде мендил, жаңағындай салфетка, қағаз, соны алады. Соны кем дегенде 3 рет сүрту керек. Өйткені 1-2 сүртіп қойғаннан көбінесе не білеміз ол, не? Көбінесе емес, ол 100%. Үш сүртесің. 3 сүрткеннен кейін де кетпесе 5 сүртесің. 5 рет сүрткеннен кетпесе 7 рет сүртесің. Осылай витр рет сүртесің, витр болып. Малдың не дейді анау? Малдың артынан шығатын зат не деп айтады? Қи деп айтады, тағы басқаша айтады ғой. Тыға басталады. Қиы, малдың қиы бар ғой. Қалай болады? Айтыңдар қазақша. Тезек деп айтады. Сол тезегімен, малдың тезегімен сүртпеуді, және де немен? Сүйекпен.
Өйткені мынау малдың сүйегі ол жындардың тамақтарынан деп айтады. Ол сен үшін сүйек болғанмен, олар үшін оның етке толы болып көрінеді екен оларға. Соны солай жейді екен олар. Ал мынау малдың тезегі олардың жындарында өзінің мініс көліктері бар. Солардың тамақтары екен деп айтады ғалым кісілер. Сондықтан оларды сен өзіңнің арттан шыққан затымен бүлдірмеу керексің. Олармен сүртуге болмайды. Сосын жалпы нәжіс болып табылады. Жаңағындай олардың заттарымен сүрту жаман зат болып табылады. Немен сүртуге? Тас, маймақ тастар бар ғой, таза тастар. Олармен сүртуге болады. Қаз кезенді, ол не? Туалеттің қағаз, туалеттің бумага дейді, солмен сүртесің ғой. Кем дегенде 3 рет сүрту. Сосын жаңағы қайтыс болып кеткен шейхіміз, шейх Салих аль-Худайси деген кісі бар, рахимахулла. Сол айтатын еді, ең әдемі түрі дейді, сүртіп болғаннан кейін қолыңды ластамас үшін, бір-екі рет сүрткеннен жуып жіберсең тіпті жақсы болады дейді. Сүртіп болғаннан кейін оның үстінен жусаң тіпті жақсы дейді. Осылай кімдер істеген дейді? Әхлу Құба. Құбаның халқы бар ғой, Мединаның қасында сол Құба мешіті бар сол жерде. Сол жерлерде Алла тағала оларды мақтаған екен. Алла тағала тазаланған адам жақсы көреді деген. Сонда Ахлу Құба жайлы айтылған екен, солардың жергілікті тұратын жері. Сонда олардан сұраса, не істейсіңдер десе, олар айтады, біз сүрткеннен кейін тағы да үстінен жуатын едік дейді. Немесе сүрту келмесе де жуатын едік дейді. Сол жуу негізі фазилеттірек, жақсырақ. Жуған кезде адамда ештеме қалмайды. Сүрткен кезде бір асар қалуы мүмкін, иіс қалуы мүмкін деген, бірақ жусаң ол бәрін алып түседі. Сондықтан Алла тағала соларды жақсы көрген себептен бірі сол. Ахлу Құба солай жуынады екен. Бір версияларында айтылады, сүртеді дейді, содан кейін барып үстінен тағы жуады. Келесі хадисіміз Абу Аюптан келеді. Алла онымен разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرق وغرب деген бұйырған бұйрығы бар екен. Сендер үлкен кішкентай дәрет сындырған кезде дейді, беттеріңмен қыблаға қарамаңдар дейді, қыбла жақпен. Бірақ қалай қараңдар дейді? Шарриқ ва ғарибудың батысқа немесе шығысқа беттеріңді бұрыңдар дейді. Ол қараңдар. Біз деген бұл Мединалық, Мединада несі, қыбласы оның северде орналасқан, солтүстікте орналасқан. Түсіндіңдер ма? Солтүстікте орналасқан Медина үшін Медина. Осы Әхлул Мәдина туралы айтылған бұл сөз. Түсіндіңдер ма? Әхлул Мәдина туралы айтылған сөз. Беттерінде қай жерге бұрыңдар деген, батысқа, шығысқа. Ол басқа қалалар үшін басқаша ол. Басқа қалалар үшін ол батыс пен шығыста мүмкін қыбла болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл кімге айтылған? Медина тұрғылықтарына айтылған, бірақ беттерінде қайқа бұрыңдар? Оңға, батысқа, шығысқа деген. Әр мемлекеттің қыбласы белгілі, әртүрлі болады. Өйткені барлығы Мекке жаққа қыблаға бетін бұрады, дұрыс па? Мединалар үшін ол тіке солтүстікке қарайды. Сол үшін олар беттерін ашық жерде отырған кезде қай жерге алады? Беттерін бұрады, сол шығысқа немесе батысқа бұрады. Мысалы, Қазақстан үшін ол басқа. Түсіндіңдер ма? Сол үшін мына жерде бірақ батыс немесе шығысқа бұрыңдар деген ол бүкіл қалаларға айтылмаған сөз. Ол мединалықтарға айтылған сөз. Так. Кімде-кім үлкен дәретін сындырғысы келсе дейді, адамдардың көздерінен жоқ болсын дейді, көрінбесін дейді. Бұл не? Бағанаға төбедегі айтылған мағынамен, алысырақ кету керек та адамдардан. Келесі хадисіміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ісін атқарып болғаннан кейін, қажетін орындап болғаннан кейін, ғуфранака деп айтатын болған. Ғуфранака мағынасы не? Аллахым кешір деген сөз. Мені кешіре көр. Оның мағынасын әртүрлі ғалымдар әртүрлі айтады. Біреулер айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым Алланы еске алудан болатын болған. Алланы әрдайым еске алатын болған. Сондықтан әжетханаға кірген кезде уже еске алмайды, дұрыс па? Ол жаман жер өткені, таза емес жер. Сол үшін Алланы бір уақыттарға еске алмай қалдырып қойған үшін соған кешірім сұрайды деп айтады. Біріншісі сондай. Басқа ғалымдар айтады, бұл жаңағы шыққан зат
иә, үлкен дәрете. Бір Алладан болған бір нығмет. Ол нығметке бір не қылу керек, өзінің шүкіршілігіңді білдіріп, осы бір оңайлықпен кірген зат оңайлықпен шыққанға Аллаға мадақ айту керек негізі. Қанша адамдар бар мысалы, ол өзі тамақ жегенімен шыққан кезде қиналады, трубкамен шығарады, мысалы артынан шықпайды, мысалы бір операциядан кейін, сондай өмір бақи солай жүретін біреулер бар, тіпті субханалла, көмексіз, бір адамның көмексізін не қыламайды, істей алмайды өзінің қажетін. Алла сақтасын ондай аурулардан. Сынақ ол, сондықтан осылай ғұфранак деп сол үшін шыққан кезде айтатын деген сөз бар. Және де соңғы хадисті айтып тастайық, содан кейін өзіміздің немізге көшеміз. Тәжвид сабағымызға. Так, Шубай, сен не сабаққа қалып тұрсың ба не? Кешкісін ол орысша сабақ, сен түсінбейсің ғой орысша. Мына Ибн Масудтың хадисіне келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Ата наби саллаллаху алейхи ва саллям ал-гайта фа амарани ан атияху би саласи ахжар фа важадту хажарайни." Пайғамбарымыз маған бұйырды дейді, неге кеткен кезде қажетін орындауға. 3 тас әкелсін дейді. Бірақ мен 2 тас әкелдім дейді. Үшіншісін таппаған себептен тезегін әкелдім дейді, малдың тезегін. Фа ахазахума ва алқал рауса. 2 тасты алды да тезекті лақтырып жіберді. Хәдә рикс деп айтты. Рикс деген сол ричс деген сөз, бұл жаман бір зат дейді, бұл кір зат деген. Бұны Бухари әкелген, маған басқа не риуаяттарда Дарақутни айтқан, қосылғанда маған басқасын әкел деген бұйырған, өткен кем дегенде 3-еумен сүртіну керек, дұрыс па? 3 таспен. Сондықтан маған 2 тасты алып қалды. Және де келесі хадисте Абу Хурайрадан келеді, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям наха ан юстанжа би азмин ау раусин ва қала иннахума ла ютаххиран. Раваху Дарақутни ва саххаху. Абу Хурайраның хадисінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады дейді, тыйым салу сүйекпен және тезекпен дейді. Өйткені ол екеуімен тазаланбайды адам. Ол 2 затпен адам тазаланбайды деп. Және де бүгінгі хадисіміз, соңғы хадисіміз Абу Хурайрадан, одан кейін көтеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, истанзиху мин ал-баули фа инна аммату азабил қабри минху. Раваху Дарақутни ва лиха Иснат сахихпен келген Абу Хурайраның хадисінен. Неден байқаңдар, сідіктен дейді. Өйткені қабір азабының көбісі осы себептен болады дейді. Адамдар өзінің несінен, сідігінен жасырынбайды, дегенде үстіне тамса да оған бәрібір. Сондықтан неден алыстаңдар? Біреу егерде орындайтын болса, қажетін тұрып орындайтын болса, көбінесе қатты бір тасқа орындауға. Тасқа өткен тиген сідік шашырайды. Аяғыңа тиеді, киіміңе тиеді. Сондықтан отырып істеген абзал. Отырып істесең. Бірақ сондай кездер болып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол бір рет сондай болған. Кірі жер сондай болса, тұрып істеген, бірақ асылында адам отырып дәретін бұзады. Сол өткені мынау сідік, ол адамның денесіне шашыраған кезде адам орындап болғаннан қажетін істейді. Көбінесе осы намаз оқымайтындар бәрібір олар. Сол себеп не? Азапта сол үшін азапталады екен. Сендер даже ана хадисті білу мүмкінсіңдер. 2 адамның қабірдің қасына өтіп кеткен кезде, пайғамбарымыз айтады, мынау екеуі дейді, өздері ойлады дейді, ол кішкентай күнә шығар дейді, бірақ олар үлкен күнә дейді істеген заттар. Біреуі болса дейді, ол сідігінен жасырынбайтын еді дейді, сідігі денесіне тиетін еді. Екіншісі болса, адамдардың арасында өсек намима тарататын еді дейді. Сол адам ойламау керек, сол затқа да адам сұралады, адам азапталады екен. Сідігінен байқау керек адам. Иншалла, осы жерге жетеді.
Қазір біз немізге көшеміз. Тәжвидке. Иә. Қараңдар, біз кеше мәттардың түрлерін алдық, түрі. Мәттің созылуының өзінің екі себебі бар деді. Қандай себеп арқылы созылады мәттар? Sukun arqılı. Потом Хамза арқылы. Сукун себептен болады, және хамза себебінен болады дедік та. Сукунға оралатын болса, қандай мәттар сукун себепті созылады? Маддул арид. Мадарит лиссукун, мадарит лиссукун. Мад лазим сукун арқылы созыла ма? Сукун себептен? Мад лазим. Не үндемейсіңдер? Жоқ. Iya. Омар, қай Омар ол? Баяғыда. Матынға қатысатын Омар ма? Қай Омар? Жаңада новенький. Новенький емес, баяғыда. Айт. Омар деген аты кім ол? Қай Омар, айтсайшы, ұялма. Ол мен. Фамилияң кім? Болыс. Бірінші рет қатысып жатсың ба, Омар? Жоқ, баяғыда қатысқан. Жоқ, баяғыда ғой, осы бүгінгі бірінші рет кіріп жатсың ба деймін. Иә. Сен бұрында бізге матынға қатысқан Омарсың ба? Хадис жаттаған? Иә. Саған сұрақ. То син деп жазылып тұр мына жерде. Мынау мат қандай мат? Аты қандай? Мат па? Мына үстінде тұрған ба? Мына қызылмен бояп тұрмын ғой. То син деген кезде син әрпі харакатқа созылу керек. Ол созылады, төртке созылатын нәрсе, знак па? Жоқ, төртке созылмайды. Абдурахман нешеге созылады? Алтыға. 6 харакатқа созылады. Madlazim. Мад лазим болып аталады. Мад лазим харфи ма, калими ма? Кәлими. Көрдің, ұсталып қалдым. Кәлими дейді. Кәлими емес, жігіттер. Кәлими деген ол бір сөзден тұрады. Сөз, мынау сөз емес қой, бұл әріптер. То, син, екі ақ әріп. Я, син, екі ақ әріп. Бұл харфи, жігіттер. Әріптік, мад лазим, екіге бөлінеді. Әріптік және сөздік. Мынау сөз емес қой, то, син, я, син. Бұның мағынасын бір Алла біледі. Хоф деген не ол мағынасы? Аллаху әлім. Сот келеді. Құранның ең бірінші аяттарында келеді. Кейбір ғалымдар айтады, түсіндірген кезде, бұның мағынасы былай дейді да, мағынасы емес, бұның былай әкелген себебі дейді Алла тағала. Арабтарға айтып жатыр, сендер арабша сөйлейсіңдер дейді. Арабша әріптерімен білесіңдер. Міне, Құран өзі араб тілі әріптерінен тұрады. Міне, әлиф, ләм, мим әріптерінен тұрады. Осы әріптерді құрып, қолданып сен Құран секілді бір жазып беріңдерші маған дейді Алла тағала. Құран секілді осындай бір кітап жазасыңдар, жаза алмайды адам. Секілді 10 сүре әкеле алмайды. Тіпті бір сүре де әкеле алмайды. Бір сүре де, мысалы, ең кішкентай сүре Кәусар сүресі 3-ақ аяттан тұрады. Осы әріптерді қолданады міне арабтар. Міне Құранда осы әріптерден кейін жазылып тұр. Көрдіңдер ме? Осыны Алла тағала оларға былай айтқанда, орысша айтқанда вызов тастап жатыр да, вызов деген. Осы әріптерді қолданып, ал жазыңдар, ал Құран секілді. Жазасыңдар ма? Айта аласыңдар ма? Айтамайды. Тіпті бір-біріне жындар мен шайтан бәрі бірігіп көмектессе де әкеле алмайды ондай затты. Түсіндіңдер ма? Міне қоф. Мынау 6 харакатқа созады. 6 харакатқа созылған себебі не? Кім айтады? Знак алтыға созатынбыз. Ол знак не? Ол знак, ол біз жазып қойдық бұл знак. Бұл знак кемесінше. Сонда не? Созбай қоямыз ба не? Ол саған удобны болсын, саған түсінікті болсын деп қойған знак. Бұл қоймасаң да болады. Сонда не? Болмаса созбаймыз ба? Қараңдар, мынау әріптер қоф, нун, син әріптер болса, 3 әріптен тұрады. Ортаңғы әріп сукун, қараңдар. Қофун, қоф, нун, осылай жазылады. Немесе син, міне.
Нун дегенде вау келіп тұр. Қаф дегенде әлиф келіп тұр, сукун. Значит, бұл қандай әріптер? Мәд әріптер. Қа, ну, си, бәрі мәд әріптер. Соңғысы неге бітіп жатыр? Сукунға. Син, қаф, нун, бәрі не? Сукунға бітіп жатыр. Осы сукунға бола, осы сукунға біткені. Сол не болып тұр? Мәттің мәт ләзім. Мәт ләзім айттық қой, сукун себепті созылатын мәт. Ал енді сендерге басқа мысал берем. Не жоқ? Әріп жоқ, әріптеріміз сөйлем келген. Бір сөйлем. Деген кезде. Міне, осы бұл жерде міне. Міне, уәлә далин, Фатиха сүресінде күнде оқисыңдар. Міне, доттың кейін әлиф тұр, міне, әлиф. Неге оны сөзіп жатыр алтыға? Қайда жігіттер біздің? Өйткені ол мәт па? Мәт. Мәт қой, дұрыс қой, мәт қандай мәт? مد لازم Мәт ләзім қандай? Харфи ма, кәлими ма? كلمي Бұл мәт ләзім Харфи. кәлімін айтыңдар маған. Мәт ләзім кәлимидің себебі не созылған? Жігіттер, мәт ләзім харфи болсын, кәлими болсын, оның созылатын себебі сукун. Сукун. Қай жерде сукун көріп тұрсыңдар? Адалин деген кезде. Қай жерде сукун бар? Ламның ішінде сукун бар. Дұрыс, мынау әлиф мәт, мына әлиф мәт бар, даттан кейін. Ләм тұр. Ләм дегеніміз шаддамен, ол жақта екі ләм бар. Біреу сукунмен, плюс тағы бір ләм кәсрамен, екі ләм бар шаддан. Осы мынау сукун үшін, бірінші ләм сукун үшін, сол үшін, түсіндер ма? Мәт ләзім 6 харакатқа созылады. А мынау қандай мәт? Жазаан. Хамзадан кейін. Хамза себептен. مد واجب Хамза себепті созылып. Мәт аты қандай мәттің? واجب Ваджиб. Дұрыс, мәд уәжіп мұттасыл. Полный ответ мәд уәжіп мұттасыл. Мұттасыл дегені себебі әлифте, хамзада бәрі бір сөзде келіп тұр. Ал егерде әлиф немесе любой мәд әрпі бір сөзде келіп, хамза басқа бір сөзде келсе ше бөлініп тұр, арасы бөлініп тұр. Ол қандай мәд? Ол мунфасыл. Дұрыс, мәд жайыз мұнфасыл. Толық ответ мәд жайыз мұнфасыл. Ол міне Кәусар сүресіне келеді. Инна аътойнака деген кезде міне инна деген шынында да біз деп жатыр Алла тағала. Аътойнака саған бердік дейді. Мынау екінші сөз аътойна. Хамза бір сөзде тұр. Әлиф бір сөзде тұр. Екі сөз бөлініп тұр. Значит, бұл қандай? Мәд жайыз мұнфасыл. Мына жерде мәд жайыз деп не үшін айтады? Жайыз деген. Жайыз деген мүмкін болады деген сөз. Төртке де созсаң болады. Екіге де созсаң жеткілікті негіз. Сен ба, екіге де төртке де созай беруге болады. Екіге созсаң инна аътойнака болады. Төртке созсаң инна аътойнака. Екеуі де болай бергендіктен мұны жайыз деп айтады, мәд жайыз. А мынау мәд уәжіп, бұны екі емес, бұны төртке созу керек. Жазаан. Бәрі бір сөзде келген. Түсіндер ма? Одан кейін Сендерге сұрақ қандай? متصل Мұттасыл, осы мынау мұттасыл, мынау мұттасыл. Мынау мысал мұнфасыл. Сендерге сұрақ. Файза жаати тамматул кубра. Осы жерде тамма деген жерде мынау қандай мәт? Мәт ләзім. مد لازم Мәт ләзім кәлими дұрыс. Жаат ше, жаат қандай мәт? مد واجب مد واجب Ваджиб. Молодцы. Дұрыс, ақсантым. Так, сендерге тағы сұрақ. Ниса сүресінің 143-ші аятында мәттер өте көп. 140 қандай? 143
143 дейді. Хорошо. Біліп жүреміз, иншалла. Так, лахум ма яшауна. Қандай мат? Мат ваджиб. Көрінеді, басында айтамайтын ең, қазір сразу айтасың. Машалла. Хусаан ахва. Қандай? Мат ваджиб. Мат лазим. Мат ваджиб. Дұрыс. Мат жайыз деп алданып қалмаңдар. Мына жерде хусаан, осы ғана маған қызық. Мынау ахва деген екінші сөз қызық емес маған. Мынау ғана. Жарайды, онда мәд емес, басқа правила жайлы, басқа қағида. Мына хусаан деген кезде тануиннен кейін хамза келіп тұр. Қандай қағида? Хамза келсе тануиннен кейін. Изхар. Изхар, дұрыс. Хусаан нунды таза шығардық, ешқандай ғуннасыз. Дұрыс. А мынау қандай? Әкләнді әкләлләммә деп оқыдық. О, идам. Идғом, өткені мынау ләмнің ішіне кіргіздік. Мынау ше, мен роббикады мер роббика деп оқыдық. О, тоже идам, только Тоже идғом, дұрыс. Мынау ше, фәмәнді фәмәй ямәл деп оқыдық. Ол да идғом. идам. Бәрі идғом. Идғом әріптері нешеу? Алтау. Ярмалун әріптері, дұрыс. Мынау қандай? Нун сукунды мән бақиланы мәм бақила деп оқыдым. О, иқлаб. Иқлаб, нун мим болып кетті. Иқлаб не үшін нун мимге айналып кетті? Соны кім айтады маған? Нун неге мим болып кетті? Нуннан кейін бә келіп тұр. Я біліп тұрмын, ол себебі, бә келген. Бірақ неге соны айтыңдар маған, неге екенін түсіндіріңдерші. Төбесінде мимнің сурет тұр ғой. Я, ол сендерге оңайлату үшін ғана жазылған. Ол мимді жазбасам да болады негізі. Ол сендерге оңайлату үшін ғана айтылған зат. Неге ол нун мим болып кетті, сол себебін айтты. Енді тыңдаңдар мені. Бұның жауабын сендер білмей қалған шығарсың, немесе ұмытып қалдыңдар. Қараңдар. Нунның махражы қай жерде? Тілдің қай жерінде? Таңдайда. Ұшында тілдің. Қайдағы таңдай? Тілдің ұшы. Тілдің ұшында. Үстінде мим тұр ғой. Айттым ғой. Ән, тілдің ұшы, жігіттер, тілдің ұшы. Тіл өзіне бар, шеті бар, ортасы бар, арт жағы бар. Ұшында, тілдің ұшында, ән. Бәнің махражы келесі, нуннан кейін келген бә әрпі, бәйна деген. Бәнің махражы қай жерде? Ерінде. Екі ерінің арасында, міне, екі ерін тұрады, міне. Әббі дегені екі ерін тиет бір-біріне, әббі. Енді айтыңдар маған, тілдің ұшымен ерінің арасы жап-жақын ба орналасқан несі? Нунмен бәнің арасы махраж өте жақын орналасқан. И оны қиын болғанда шамалы қиынырақ мен бәйне деп оқығанша. Мен бәйне дегенше нунды мимге ауыстырып жібердік. Екеуінде махражы бәмен мимдікі бірдей махраж болу үшін. Екеуі де мимде ортадан шығады, екі ерінің ортасынан. Бә да екі ерінің ортасынан шығады. Екеуі махражы бірдей оңай болу үшін мим бәйне деп бірінен кейін бірі өтіп кетеді, оңай өтіп кетеді. Мим бәйне. Әб, екеуі де екі ерінің арасынан. Нунның махражы солай жақын орналасқандықтан соны нунды мим қылып жіберді. Оңай оқылу үшін. Түсіндір ма? Оңай. Мин бәйне деген көрі, мим бәйне айту оңайырақ. Мим бәйне. Түсіндір ма? Себеп десеңдер айтыңдар, өйткені нунның махражы тілдің ұшында өте жақын орналасқан бәнің махражына. Сондықтан нунды мим қылып жібердік, екеуі бір махраждан шығу үшін, оңай болу үшін деп. Түсіндір ма? Иә. Так. Баракаллаху фикум. Сабаққа жаңа ең соңғы қосылған кім? Сабаққа кешкірген. Біреу кешкірді жаңа. Так, Жанар Сахи қалсын. Қалғандардың бәрі шыға беріңдер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум.